жігіттерге айтатын кеңес, жігіттер, бір мәржікпас қыздарға үйленмеңдерші. Осы бір болады ғой, мәржікпас қыздар ше, ана шұлғауына оратылып құлап жүрген өздерімен өздері ше, шәйнектері 5 сағат қайнайтын бір былжырап қалған, біз вот өлуге қол тимей жүрген қыздар болады ғой. Вот пожалуйста, сондай қыздарға үйленмеңдерші. Ертең ол я сенің қонағыңды атқара алмайды, балаңды туса салақ болып жүреді, я балаңның да жағдайын жасамайды. В общем, сондай бір мәржікпас, еті тірі пысық қыз алу керек та. Сенің мысалы әкелген бар тапқан табысыңды үйге әкеп еселейтін, үйге берекесін кіргізетін ол қатын, сенің қатының. Сондықтан да андай мәржікпас қатын алсаң, бір тиынды бір тиынға қоса алмай, жеткізе алмай, былжырап, жаңағы шұлғауына орап, бүйтіп жүреді, бейшара ұқсап ше. Я өзінің жағдайы жоқ, я баласының жағдайы жоқ, я сенің жағдайың жасамайды. В общем, если сенің жағдайың жасамаса, қонақ шақыра алмаса, күте алмаса, я достарың алдында да қадірін кетіреді. Сондай мәржікпас өзі только красавица болған үшін түр үшін алмаңдаршы. Пожалуйста, только пысық қыз алыңдар, пысық қыз. Пысық қыз болса, ол бәрін тастай қылып отырады. Ақшаңды да тастай қылады, балаңды да тастай қылады, үйіңді де тастай қылып, өзіңді де тастай қылып отырады. Негізі еркектің 100%, практически 100% барлық успех ол только әйелге байланысты ғой. Әйелге только байланысты. Мысалы, сен де кір мысалы киіммен барсаң, не алсаң, даже коллективте да, мысалы, жұмысыңда да авторитет болмайды ғой. Сенде мысалы да жұрттар қарайды, мынаның қатыны қалай, мына кір-кірмен жүреді, анау мынау деп ше. Так что только пысық қатын алу керек. Мен өзімде мысалы окружениемде қанша пысық әйелдермен сондай салыстырамын да, әйелі пысық болса, еркегі үлкен жетістікке жетеді екен ше. А если әйелі мәржікпас болса, еркегі де сол ішіп, сол достарымен жүргенде мәз болып сөйтіп жүрген бір алқаш болып ше. Так что еті тірі пысық қызға ғана үйлеңдер.